дінге бет бұратын болса, тым қатты кіріп кетеді де, діннен алыстайтын болса, мүлдем алыстап кетеді. Радикалды жастар пайда болады, радикалды экстремистік топтар пайда болады деген сияқты. Ешкімге белгілі бір дінді ұстануға немесе ұстануға міндеттей алмайды. Жат ағымдар деп қашан пайда болды дейтін болсақ, ол Пайғамбар саллаллаху бірге пайда болған ғой. Жалпы бұлар енді бір дәстүрлі исламды біздің ұлттық құндылықтарымызды мойындамайды, жалпы салт дәстүрді жоққа шығарады деген сияқты. Діни түсінікті шектеу деген болады. Яғни, мысалы, бізде енді барлығымыз білеміз, ислам діні ол білім алуға шақырады. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көзқарақты көрермендеріміз. Бүгін біз кезекті подкасттамыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Батыс Қазақстан облысының Дін істер басқармасының теолог маманы Бағдат Қанатұлы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет, қош келдік. Біз бүгінгі подкастымызда мына қазіргі уақытта елімізде, жалпы әлемде актуалды болып тұрған мәселелердің бірі жат ағымдар турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Осы әңгіменің төңірегінде, осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін бүгінгі біздің қонағымыз Бағдат ағамыз. Сізге алғашқы сұрағымыз, жалпы жат ағымдар дегеніміз не? Осыны қысқаша бір түсіндіре кетсеңіз, және де олардың біздің қоғамға, жалпы ұлттық қауіпсіздікке төндіретін қаупі бар ма? Қаупі болса, қандай дәрежеде деген секілді сұрағымыз бар. Жақсы, рахмет, түсінікті. Жалпы енді жат діни ағымдар деген кімдер дегенде, сіз білесіз, біз мемлекетіміз зайырлы мемлекет болып табылады. Біздің зайырлы мемлекеттің қағидасы бойынша ешкімге белгілі бір дінді ұстан немесе ұстанба деп ешкімге міндеттемейді. Ол зайырлы мемлекеттің қағидасы. Әркімнің діни сенім бостандығы бізде заңмен сақталған, заңмен қорғалады. Бірақ дегенмен де өзіңіз айтып өткендей, ұлттық біздің рухани немізге қауіпті төндіретін болса, мысалы үшін, ол кезде мемлекет араласады. Ол жерде енді ұлттың қауіпсіздігі болғаннан кейін жерде араласады. Бірақ дегенмен де жалпы енді кәдімгі былай жалпақ тілмен түсіндіретін болсақ, теріс ағым дегеніміз ол біздің қоғамдағы қалыптасқан біздің мысалы үшін ислам діні болатын болса, ислам дінінің ішінде біздің Қазақстан именно Абу Ханифа мазхабымен қабылдаған, яғни біздің салт дәстүрімізде, күнделікті тұрмыс тіршілігімізде осы немен осы біздің мазхабпен қалыптасқан. Енді мына жат ағым дегеніміз осыған сәйкес келмейтін принциптер ұстанатындар. Оның ішінде әртүрлі кәдімгі қалай айтсақ болады, радикалды деп танылған діни ағымдар соның ішіне кіреді. Енді осындай ағымдардан келетін қауіп енді түсінікті ғой, біздің мемлекеттігімізге, біздің тәуелсіздігімізге, ел ішіндегі тыныштыққа енді өзің белгілі бір деңгейде өзің зиян тигізеді. Түсінікті, жақсы, рахмет аға. Жалпы қазір тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекетіміз зайырлы деп өзін жариялады ғой. Жалпы кім еліміздің заңнамасына сәйкес қандай дінді ұстанса да өзі біледі, яғни ешкімнің діни бостандығына, діни сеніміне қол соғылмайтыны белгілі. Енді қазіргі уақытта жастарымыз көп деп осы діни қызығушылығы артып, ислам дініне бет алып жатыр да, яғни дінді сараламастан, оның белгілі бір ұстаздардан үйренбестен, бұлай интернет арқылы, басқа адамдар арқылы үйреніп жатыр. Енді көбісі мешітке барып жатқан аз деймін да, бұлай ұстаздардан сабақ алып. Соңғы жылдарда осы жастардың жат ағымдарға кіріп кетуінің соның мәселелері жиілеп кетті. Соның себебі неде деп ойлайсыз? Енді әлбетте кез келген адам жат ағымға, теріс ағымға түсейін деген ниетпен түспейді ғой. Ең басты себебі діни білімсіздік, діни сауатсыздық деп айтамыз. Оның бір несі әлеуметтік желі. Кез келген бір діни сауал туындаған жағдайда әлеуметтік желіден кіріп, интернеттен өзінің діни сауалын қояды. Сол жерде шыққан оның жауабын ұсынып тұрған ар жағындағы дін өкілі, ол кім екені белгісіз.
соның жаңағы негізінен оның діни фундаменті қалыптасып сол бағытта кетеді. Ең басты себебі ақпарат көзін дұрыс жаңағы сенімді жерден алмау. Түсінікті аға, көп рахмет. Жалпы енді осы жат ағымдардың шығу тарихы, яғни әрбір нәрсенің бір басталатын орны бар, басталуы бар, аяқталуы бар деген сияқты. Осы жат ағымдардың шығу тарихы турасында қысқаша бір ақпарат бере өтсеңіз. Ислам дінінің ішіндегі ме? Жалпы енді жат ағымдар тек ислам дінінде ғана емес қой. Көптеген діндер бар, олардың ішінде де сондай жат ағымдар бар. Бірақ енді біз бүгін осы еліміздегі қазіргі актуалды болып тұрған осы ислам дінінің атын жамылған жаңағы жат ағымдар туралы айта өтсек, және де олардың жаңа дамуына үлес қосып отырған, қалай айтсақ болады, әлеуметтік желі мен интернет, ғаламтордың сол үдерісіне әсері қандай жалпы? Бізде енді жалпы ислам дінінің ішіндегі жаңағы ислам дінінің атын жамылған жат ағымдар деп қашан пайда болды дейтін болсақ, ол Пайғамбар саллаллаху бірге пайда болған ғой. Пайғамбардың соның заманында-ақ мынау жаңағыдай харижиттер деген сияқты ағымдар сол ислам дінінің алғашқы ғасырында уже пайда болған негізінде. Қазіргі бүгінгі таңдағы біздің білетін такфири деген сияқты ағымдар сол жаңа кезінде харижит ағымдарының ізбасары деп айтуға болады. Оның енді негізгі жаңа шығу себебін айтып өттік. Діни білімсіздік. Ал енді жаңағы сол уақыттағыларды алып қарайтын болсақ, ол пікірдің әр алуандығынан, әр алуанды пікірдің болуынан осындай теріс ағымдар шығады. Енді жаңа сіз айтқандай әлеуметтік желі, интернетте қазір енді барлығы бар, оның ішінде дұрысы да бар, және бұрысы да бар. Тек бір мәселе біздің өзіміз соны қабылдауда санамызға фильтр қоймайтынымызда. Фильтр қойып, жаңағындай қандай ақпараттар болсын, соны сүзгіден өткізіп барып, сыни ойлау жаңағы қабілетімізді кішкене дамытып, сөйтіп барып ақпараттарды алуымыз керек қой. Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрағымыз бар. Осы айтып жатырмыз ғой, жастарымыз діни қызығушылығы артып, дінге бет бұрып жатыр, бірақ осы жат ағымның ықпалына түсіп кетіп жатқандар да бар. Енді сол жат ағымның ықпалына түсіп кеткен жастарымыздың бойынан қандай да бір ерекшелік белгілері біліне ме? Енді біздер осыізге дейін жаңағы бір 5-6 жылға дейін деп айтуға болады. Олардың жаңағы сыртқы келбетіне назар аударып келдік. Жаңағы сыртқы келбетінде өзіндік ерекшеліктері болады. Балақтары қысқа болады деген сияқты. Әйелдер жағында қара жамылып жүреді деген сияқты. Бірақ енді қазіргі уақытта, соңғы уақыттарда ондай кең ақпараттар емес, білесіз. Және соңғы мысал үшін осы биыл ғана қазіргі уақытта қоғамда кеңінен талқыланып жатқан мынау қоғамдық орынды бет-әлпетті жауып жүруге қатысты заң, иә? Осындай жаңа сырт келбеттеріне қарап біліп жүрдік, бірақ енді қазіргі уақытта ондай емес. Қазіргі уақытта әңгімелесу, сұхбаттасу арқылы білуге болады. Жаңағындай ерекшеліктерін, және әлбетте енді мінез құлқы өзгереді. Мінез құлқы өзгеріп, кішкене агрессивті жаңа мінез құлықтар пайда болып, өзін көп нәрседен шектеп, және белгілі бір нелерге, орындарға араласпай, белгілі бір қоғаммен белгілі бір бұрын араласқан өзінің ортасымен кішкене өзін алшақтау ұстап деген сияқты. Осылай жаңа өзінің ең бірінші мәселе мінез құлқынан бастап біліне бастайды. Сосын діни түсінікті шектейді. Діни түсінікті шектеу деген болады. Яғни, мысалы, бізде енді барлығымыз білеміз, ислам діні ол білім алуға шақырады. Ол білімнің ішінде тек қана діни ғана білім емес, жалпы білімді алуға шақырады. Және әртүрлі жағдай діни өкілдерінің, және мысалы ислам дінінің ішіндегі бірнеше бағыт болатын болса, оның барлығын қарап, салыстырып, сөйтіп барып ақыл таразысына салып барып қана біздер қабылдайтын болсақ, олар жоқ, тек қана өздерінің шейхтары, өздерінің ұстаздарының ғана айтқан сөздерін соны ғана тыңдаумен шектеледі. Және олардың осындай айырмашылықтары бар. Жақсы, түсінікті. Енді тарих беттеріне үңілетін болсақ, жалпы қазақ даласына исламның келгеніне 12 ғасыр болған екен. Яғни кезіндегі арабтар мен қарақытайлардың арасындағы
шайқастың әсерінен осы ата бабаларымыз ислам дінін қабылдап, сонан бері жаңағы өзіңіз жоғарыда айтып өткендей заңнамамызда көрсетілген 4 мектептің біреуі сол Абу Ханифа мектебін ұстанады бабаларымыз. Сенім мектебінде жаңа Матуриди мектебін ұстанады дедік. Енді осы елімізге жат ағымдар қай уақыттан бастап келді? Және олардың келуіне біз қалай жаңа мемлекет тарапынан оны жіберіп алдық, қалай айтсақ болады? Мемлекетімізге осындай жат ағымдардың кіруіне қалай жол беріп алдық деген сұрақ қойғым келеді. Және де тағы бір сұрағым, осы дәстүрлі ислам дейміз ғой, яғни дәстүрлі ислам мен біздің ұлттық құндылықтарымыз сабақтасып үндескен осы дәстүрлі ислам мен жат ағымдардың ара жігін ажыратып берсеңіз. Енді жалпы ислам діні біздің қазақ жеріне қалай келді дейтін болсақ, енді баршамызға белгілі, өзіңіз айтқандай 12 ғасыр бұрын келген болса, сонымен бірге мысалы үшін ислам тарихында қандай теріс діни ағым болса, оның барлығы біздің Орта Азия жеріне келді деуге болады. Тек бір мәселе оның барлығы біздің күнімізге дейін жеткен жоқ. Не үшін? Себебі біздің ата бабаларымыз діни сауатты болған үшін. Діни сауатты болды. Жаңа өзіңіз айтқандай имам Матуриди осы Орта Азияның тумасы, білесіз, көршілес Самарқанд жерінен шыққан. Жалпы осы жерде айта кететін бір мәселе, біздер мынау теріс діни ағым өкілдерімен сұхбаттасқанда имам Матуридиді көбісі мойындамайды. Имам Матуриди ол ақида саласында адасқан деген сияқты пікірлерін айтады, бірақ Абу Ханифаның ақида саласында маман екендігін мойындайды. Ал біздер жаңағы дін оқыған маман ретінде білетініміз, имам Матуриди ол Абу Ханифаның ізбасары. Тек бір мәселе, екеуінде мысалы үшін ешқандай айырмашылық жоқ, бірақ кейбір мәселелерді екі түрлі түсіндірген. Себебі Абу Ханифа ол жаңағы Куфа жеріндегі теріс ағымдарға қарсы жауап берген болса, имам Матуриди осы Самарқанд жерінде, осы өзіміздің Орта Азия жеріне келген ағымдарға қарсы, сол замандағы ағымдарға қарсы жауап берген. Енді айтайын дегенім, осындай теріс ағымдар да бірге келді. Бірақ біздің ата бабаларымыз діни сауатты болғандығы себепті ондай теріс ағымдар өміршең болған жоқ. Ал енді не үшін біздер қазіргі уақытта осы нәрсені жіберіп алдық дейтін болсақ, білесіз, біздің мемлекетіміз 70 жыл бойы атеистік идеологияда болды. Соның нәтижесінде кейбір жаңағы салт дәстүрмен, мысалы үшін салт дәстүрмен шариғат үкімдері араласып кетті. Араласып кетіп, ортада наным сенім пайда болды. Заман болады, ұят болады деген нәрсе. Ал оны мысалы үшін күнімізде оның әр қайсысын зерделеп біздер қарайтын болсақ, оның әр қайсысында немесе біздің қазақы салт дәстүріміз, немесе шариғаттың үкімі жататынын көреміз. Міне осыларды ара жігін ажырату арқылы, мысалы үшін қазіргі уақытта осы теріс ағымдармен күресіп келеміз. Яғни сол жағындай атеистік идеологияның кесірінен осы теріс ағымдарды біздер елімізге кіргізіп алдық деуге болады. Жалпы бұлар енді бір дәстүрлі исламды біздің ұлттық құндылықтарымызды мойындамайды, жалпы салт дәстүрді жоққа шығарады деген сияқты. Енді қазақ бұл тарихы тереңге кеткен бір халық қой. Соның барлығын жоққа шығарып, бізге басқа бір идеологияны алып келгісі келеді. Енді сіздің осы, қалай айтсақ болады, осы салада біраз жыл еңбектеніп келесіз. Өте көптеген жат ағым өкілдерімен, сол жат ағымдардың ықпалына түсіп кеткен жаңа адамдармен көп кездестіңіз ғой, кездесіп жүрсіз де әлі күнге дейін. Жалпы бұл адамдарды, азаматтарымызды ұлттық құндылықтарға жаңа бейімдеуге немесе оңалтуға бола ма кәдімгі? Және де осы бойынша мемлекет пен дін мамандарының қазіргі күнде жұмыс жасап жатыр ма? Жұмыс жасаса қандай жұмыстар жасалып жатыр? Жалпы осы жат ағымның ықпалына түсіп кеткен азаматтарымызды оңалту бойынша, жалпы ұлттық құндылықтарымызға бейімдеу бойынша. Енді жалпы адам ең бірінші діни
қызығушылығы туындаған кезде діни ақпарат ең алғашқы ақпаратты қайдан алса, оның жаңағы солай кәдімгі діни фундаменті қалыптасып кетеді негізі. Енді мысалы үшін бізде жаңағы сұхбаттасу барысында, әңгімелесу барысында мен өзім сөйлесем, мысалы, солар сөйлесу барысында бір түсінетінім, егер оның бойында жаңағы сыни ойлау қабілеті бар болатын болса, жаңағыдай көзсіз соқыр болады, андай бір адамдар болады ғой, ерме, сондай болмайтын болса, өзінің кәдімгі жеке ойлау, жеке жаңағыдай пікірі бар адам болатын болса, және жаңағыдай намазға тұрғанда кәдімгі шынайы ниетпен тұрған адам болатын болса, онда оны әлбетте қайтаруға болады, оны ақиқатты көрсеткен кезде ол қабылдайды. Ал енді шыны керек кәдімгі бір адамдар болады, өзінің жаңа жеке пікірі жоқ, оған қанша жетін жаңа аяттан дәлел келтір, хадистен дәлел келтірсең де қабылдай алмайды. Себебі оған ең бірінші қай ақпарат жаңа санасына түсті, сонымен ғана жүре береді. Мұндай адамдармен енді әлбетте сұхбаттасу, әңгімелесу өте қиын. Енді сондай жағдай болмас үшін, мысалы үшін ата-аналар балаларымен сұхбаттасып, әңгімелесіп, олардың жаңағыдай бір қандай да бір діни сауалы туындаған жағдайда оған кәдімгі дер кезінде жауап беру керек те. Енді өзінің діни білімі жетпейтін болса, қолынан жетектеп кәдімгі дін мамандарына алып бару керек. Сондай жағдайда ғана біз сол баланы жаңағыдай теріс ағымның ықпалынан қорғай аламыз. Енді мына мемлекетіміз бір жақсы бастама бастады. Кезінде жаңа сауап деді, жәннат деді, көп жастарымыз уағызшылардың, яғни сол жат идеологияның уағызшыларының әсерінен Сирия мемлекетіне кетіп қалды да. Елімізден қаншама бауырларымыз, қарагөз қарындастарымыз, енді еліміздің жаңағы мемлекеттің тарапынан жаңағы жүргізілген операция, Жусан операциясы нәтижесінде көптеген азаматтарымызды алып келді елімізге. Қаншасы сонда қалды, бірақ біраз адамды алып келді. Сол Жусан операциясымен келген елімізде осы Батыс Қазақстан өңірінің азаматтары бар ма қазіргі уақытта? Солармен кездестіңіздер ме? Кездесіп көрдіңіз бе? Кездескен уақытта олардың жаңағы қандай пікірлер айтады? Өкініш біліне ме, немесе шықсам тағы да барам дегендей пікір айтқандары болды ма? Енді көбінесе біздің осы Батыс Қазақстан облысынан кеткен азамат пен азаматшыларымыз келді елге, соның ішінде басым көпшілігі әйел азаматшылар. Әйел азаматшылар көптеп келді, балалармен бірге келді. 2019 жылдан бері осы 6 жылдың ішінде бірнеше кәдімгі жүйелі жұмыстар жүріп, енді қазіргі уақытта басым көпшілігі мынау жаңағы дәстүрлі ханафи мазхабына ауысты. Ал енді ауыспағандарының өзі сол елін тастап, өзге елге бару, кету, ол әлбетте қатер екендігін түсініп келді. Көпшілігімен біздер жұмыстандық, сөйлестік, сонда жалпы бұл қателікті мына елден кетіп, жаңа Сирия еліне жеткен кезде бірден түсінген айтады. Оны әбден мұнда келгеннен кейін емес, жоқ анда барғанда бірден түсінгенін айтады. Себебі ғаламторда олар жаңағыдай вербовка дейміз ғой, жаңағыдай соларды шақырғанда кішкене мүлдем басқаша картинаны көрсеткенде, анда кәдімгі аяқта барғанда мүлдем басқаша екендігін түсінген. Сөйтіп енді белгілі бір себептермен кейбір келе алмаған, бірақ енді осы Жусан операциясының несінде себебімен енді баршасы келді ғой. Бірақ енді қазіргі уақытта әлі де жүргендер бар. Әлі де жүргендер бар екен. Ондағы себебі бізге мұнда Қазақстанға келсе, бірден қамайды дейді. Енді біздің жаңағыдай мемлекетіміздің заңнамасына сәйкес істеген қылмысқа бізде жауап беру керек міндетті түрде, бірақ енді өзің еліңде, өзің жеріңде жүру бізге одан артық не бар? Әрине. Мен ойлаймын, енді ол жақта жүргеннен гөрі елге оралып, шама келсе, енді әрбір жасаған ісіңді қолмен істегенді мойнымен көтер дейді ғой, әйтеуір. Еліңде, өзің отаныңда, өзің туыстарың арасында болғанға не жетсін былай айтқанда. Жалпы дінімізде де айтады ғой, шариғат кескен қол ауырмайды дей ме? Яғни өзіңнің қолыңмен істегеніңді білместікпен істегеніңнің жазасын өтеп шығып, ары қарай оңалып, бақытты өмір сүріп кетуге болады ғой, әлбетте. Әрине. Енді аға сізге тағы бір сұрақ, осымен жайлап қорытындылайық. Жалпы бүгінгі жастарымыздың бойында рухани иммунитет қалыптастыру үшін не істеуіміз керек? Және де осы біздің көрермендерімізге осындай жат ағымдардың ықпалына түсіп кетуден
сақтанудың жолдарын бір кеңестер берсеңіз. Жалпы енді қазір енді барлығына топырақ шаша алмайсың да, бірақ дегенмен менің түсінгенім, енді мен өзім байқайтыным, біздің жастар қазір дінге бет бұратын болса, тым қатты кіріп кетеді де, діннен алыстайтын болса, мүлдем алыстап кетеді. Орта жолды ұстану дегенді мен көбінесе байқаймын. Ол негізі өте маңызды нәрсе. Өте маңызды нәрсе, ол орта жолда болу деген себебі, шектен шығу деген нәрсе ол өте қауіпті. Сол жаңа шектен шыққанның себебінен адам белгілі бір идеяның жаңа фанаты болып кетеді. Не болмаса мүлдем соған кәдімгі қарсы өтіп кетеді. Мысалы үшін қазіргі уақытта көптеген жастарды біздер кезіктіреміз. Осы әлеуметтік желіде әсіресе өзге дін өкілдеріне қарсы пікір қалдыратындар бар. Мысалы үшін осы күн ертең 18 қазан рухани келісім күні, білесіз, бізде кәдімгі 1992 жылдан бері бекітілген осы рухани келісім күнін жылда атап өтеміз. Енді ондағы мақсатымыз, біз енді Қазақстан көп дінді және көп ұлтты мемлекетпіз. Осы біздің Қазақстанда өзге ұлт өкілдері де, өзге дін өкілдері де кәдімгі тең құқылы бізбен бірге не қылады, өмір сүріп келе жатырмыз мысалы. Бірақ енді осы кейбір жастар жағдай діннің кейбір элементтерін қате түсінеді де, өзге дін өкілдерінің деген бір жеккөрініштері бар. Және оны ашық түрде осы әлеуметтік желіге әрбір посттың астына комментарий қалдырғанға, ол өте негізінде былай айтқанда шариғат тұрғысынан да қате, және заң тұрғысынан да үлкен кәдімгі жауапкершілік бар. Жаңа айтқандай 174-ші бап ұлтаралық және дінаралық алауыздықты қоздыру. Ол өте маңызды нәрсе. Ал не болмаса, мынау араб құлдар дейтіндер бар. Исламофоб деп айтамыз ғой, дінді жек көретіндер бар. Ол да дұрыс емес. Себебі жаңа айтқанымыздай, біздің мемлекетіміз кәдімгі зайырлы мемлекет, ешкімге белгілі бір дінді ұстануға немесе ұстанбауға міндеттей алмайды. Әсіре ұлтшыл, әсіресе діншіл болуға болмайды. Орта жолды ұстану керек дейсіз ғой. Жалпы дұрыс айтасыз, Бағдат аға, еліміздің басшысы, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та айтады ғой, біз дәстүрлі исламның теориялық негіздерін дамытуымыз керек дейді. Өйткені білім мен дін мен білім қатар жүретін болса, ол жерде дін өзінің интеграциялық функцияларын ашады, адамдарды жақсылыққа бейімдейді, жақсы істерге мотивация береді деген сияқты. Ал дін мен надандық бірге жүретін болса, яғни діни сауатсыздық бірге жүретін болса, ол жерде радикалды жастар пайда болады, радикалды экстремистік топтар пайда болады деген сияқты. Ол экстремизмнің ар жағы енді соның ең қауіпті түрі бұл теракт қой жалпы. Сондықтан осындай болашақта елімізде терактілер болмау үшін біздің жастарға айтарымыз сол діни білімді болу, сауатты болу, және де діни білімді дін мамандарынан алу. Мешітке барып, мешіттің ұстаздарынан, имамдардан, немесе осы сіз сияқты теолог мамандарға жолығып, ақпарат кеңес алуға біздер жастарымызға кеңес береміз. Осымен қорытындылайық. Сізге көп-көп рахмет. Бағдат аға келіп шақырдуымызды жерге тастамай, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің алдағы жұмыстарыңызға берекет, сәттілік тілейміз. Жақсы көрермендер, сау саламатта болыңыздар. Жақсы күндерде кездескенше